Сәлем баршаңызға. Бүгінгі таңда желілерде хит болып жүрген пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Әсіресе тәттіні жақсы көретін жандарға ұнайтыны сөзсіз. Жасалу жолы өте оп-оңай. Ендеше бірге жасап көрейік. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне секерімізді салып, венчиктің көмегімен секеріміз ерігенше, аппақ болғанша араластырып аламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды салып, барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сары майымыз толық еру керек, оның үстіне разрыхителіміз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Алдымен бір бөлігін салып, лопатканың көмегімен, кейін қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Форманың ішіне пергамент қағазын төсеп алдым. Сіздер майлап алсаңыздар болады. Қамырымызды салып, осылай бортиктерін шығарып, барлығын жайып аламыз. Мейіздерімізді осылай шашып салып шығамыз. Және грек жаңғақтарын қолымызбен 2-3 бөліктерге бөліп салсақ болады. Қатты сақтаудың қажеті жоқ. Мен осындай 3 желание сгущенкасын пайдаландым. Бұның іші қою болып келеді. Егер сіздер сұйық сгущенка пайдалансаңыздар, пирогыңыздан ағып шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан осындай қою сгущенка пайдалануға кеңес берем. Бетін лопатканың көмегімен осылай тегістеп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Дәмі енді сөзсіз керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Пирогтың толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Және менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, жақындарыңызға жіберсеңіздер болады. Алдағы уақытта түрлі тағамдардың рецептілерімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.